Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздермен өзімнің авторлық жұмысым математика пәнінен болғандықтан математика және табиғат атты тақырыптағы авторлық жұмысымның іс тәжірибесімен бөліскім келіп отыр. Бүгін енді тоқтарға көңіл бөлсеңіздер, менің авторлық жұмысымның тақырыбы математика және табиғат. Өзектілігі білім алушыларға математика мен табиғатта байланысты оқытуды үйрету, ойлау қабілетін дамыта отырып, білімді өмірмен ұштастыруға көз жеткізеді, табиғатты бақылау арқылы математиканы оңай түсіне біледі. Менің авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың математикалық білім, дағдыларын игеру, шығармашылық қабілеттерін арттыру, зейінін еске сақтау, байқағыштық, қиялдау, танымдық іс-әрекеттерінен өздігінен білім алуға, ізденуге бейімдеу. Енді мен осы авторлық жұмысымның жасау барысында мен сіздермен түрлі тәсілдермен бөліскім келіп отыр. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай түрлі әдіс тәсілдермен бөліскім келіп отыр. Соның біріншісі кім тапқыр деп аталады. Қазір біз топпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз ол топта біз тапсырмалар орындаймыз. Бұл тапсырмада суреттерде, мысалы, екінші суретте де дәл солай заттың жетіспейтін бөлшегін тап дейді. Соның ішінде шешімін тап деген. Бұл менің авторлық тапсырмам жалпы негізі табиғатпен байланысты. Математика пәнін табиғатпен байланыстыра отырып жасағанбыз. Ол жерде жануарлар, үй жануарлары бар, немесе табиғаттағы жаңағы жемістер бар, солардың барлығымен байланыстырып отырып жасағандықтан мен сіздерге тағы да тапсырма беріп отыр. Бұл балалардың жас ерекшелігіне қарай. Және де бұл қосу амалына, азайту амалына балалар жақсы меңгеру үшін жасалған. Сабақтарыңызда қолданасыздар. Келесі, мына тапсырма әрбір сыныпта қазіргі таңда бізде ерекше баламен жұмыс жасау бар. Әрімізде ерекше баламен жұмыс жасаймыз. Ендеше ол балаларға мен мынандай тапсырмаларды кіріктіріп қойғаным. Оң жақтағы жұлдызшаны боя дейді мысалы. Бала сонда оң жақ қайсы, сол жақ қайсы өзі біле отырып, соны бояуы тиіс. Одан кейін мысалы сатыны жөндеу үшін үзік сызық бойымен суреттерді бастырып шық дейді. Ал суреттерді бастыра отырып бала ұзын сызықты бірінші ұғады, түзу сызықты ұғады. Және де бұл жерде бала өзінің жазу моторикасы, қолдарындағы, саусақтарындағы. Келесі үлгі бойынша штрихта дейді. Бұл жерде де бала ойлайды, қалай штрихтайды, қисық емес, түзу бір нүктеден екінші нүктеге дейін штрихтап шығу керек. Және жеңіс жидектері, түрлі фигуралардың жеңіс жидектері мысалы. Сол туралы да мен өз авторлық жұмысыма кіріктіріп кеткен болатынмын. Көңіл бөліңіздер, көңіл күй көрінісі. Бірінші топқа көбелек салу беріледі. Көбелектің тек қана қаңқасы тұр. Келесі екінші топқа смайликтің де тек қана несі тұр, дөңгелегі тұр. Үшінші топқа фигуралардан үй соғады. Ал келдік, көрейік көңіл күйлеріңіз қандай екен. Осындай іс тәжірибемен бөліскім келгендіктен мен осыны енді қорыта кетейін деп отырмын. Бұл қорытуды мен 2 жұлдыз бір тілек арқылы қорытқым келіп отыр. Әр топқа қазір бір жұлдыздан беремін. Өздеріңіздің тілектеріңізді және бөліскен және қызықты нелеріңізді айтып шығыңыздар. Сіз бастайсыз. Жылдам тез. Санар Бекмановна бүгінгі математикадан табиғат және математиканың тақырыбы балалардың қызығушылығын асыруға
Жеке сіз негізінен балалардың қиялын дамытуға өте тиімді екен. Жағымды жағы. Балалардың ой шұқырлығын дамытады деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта сізге тек шығармашылық